Что-то чуть-чуть лагать идет. Ладно. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бүгін бұл мен Нұржан. Бүгін біздер деген Майнкрафттан Skyblock екінші бөлімін жалғастыратын боламыз. Біздер деген алдыңғы бөлімді көрген болсаңыздар, алдыңғы бөлімде деген осы жерде территориямызды соққан болатынбыз. Ал енді бұл бөлімде бұл территорияны дәуіртіп, біздер ағаш фермасын соққан болатынбыз. Ағаш фермасы Skypoint. Ағаш фермасын соғу үшін бізде деген аяқтарды дәуірту керек. Менде 60 блок бар екен. Бағыр еще қосайық. Біздерде деген алдыңғы бөлімде дейтін сіздер қанша 300 ба просмотр жиналып деген жиналыпты в общем, но бірақ лайк вообще жоқ деген 300 просмотр, бірақ 0 лайк болып деген. Сол себепті достар, видеоға лайк баса кетіңіздер, шөйтіңіз. 300 адам көрген, но бірақ подписаться етпейді, лайк баспаған, вообще хотя бы комментарийға кіріп дами бер дегенде жазып кетсеңіз де болады достар. Солай қолдауларыңызды білдіре кетсеңіздер, мен келесі видеоға сіздердің комментарияларыңызды шығарам. Сол себепті қолдай отырыңыздар. Біздер деген алтын бөлімде негізі көшірген болатынбыз біздер осылардың бәрін. Лаваны, но если алдын бөлімді көріп кетсеңіздер, көрмеген болсаңыздар, осы видеоға кіргеннен кейін тұрады ғой. Достар, сосын айтарым, видеоны olsa лайктарыңызды басып, комментарий жаза кетіңіздер. Қазір прям лайк басып, комментарий жазып. Мен бүкіліңіздің комментарияларыңызды оқимын, әрі жауап беремін сол. Сол себептен комментарий жаза отырыңыздар достар. Так, мына жаққа, потом мына жаққа. Не көп мынау? Достар, лайк баса отырыңыздар ма? Так, былай ана жаққа кетіп. Тағы да Skyblock түсіре берейін десем, түсіре бер дейтін болсаңыздар, видеоға лайк басып, комментарий жазыңыздар, түсірді Нұржан деп. Сол кезде мен келесі бөлімде тез түсіретін боламын. Қазір ағаш фермасын соғайық. Ағаштарымыздың өскенін күту керек сосын. Достар, мен қазір көп сөйлеп жатқан жоқпын ше. Неге десеңіздер, енді просто сөйлеймін деп тұрған жоқпын. Не бекем білмеймін. Өзіммен өзім сөйтіп жүрмін болғанда, енді мазам болмай жатыр. Кішкене басым айналып жүр. Осы себепті лайктарыңызды басып, комментарий жаза кетіңіздер. Енді біздің менге тас жиналайын бір шама. Одан кейін қайта жалғастырамын. Достар, мен киркам сынайын отыр уже. 9 ақ божный жинам, бірақ киркам сынап отыр. Вот сында киркам. Достар, мықты көршім балдар енді кішкене ойнап жүрсе, мән бермеңіздер, мен далада отырмын, машинада түсіріп отырмын видеоны. Но просто үйде адам көп, сол себептен видеоға сәл кедергі жасайды. Но далада енді кішкене көршінің балдары ойнап жүр екен. Сол үшін енді айттым, достар, қазір тағы да мен бұл үшін жалайын, сосын жалғастырамын.
Ал достар, бізде деген мен қазір көріп тұрғандарыңыздай 21 булыжник жинап алдым. Енді бұларды біз қазір мынандай плитаға айналдырып алайық. Бізде 56. Енді біз егінімізді бұдан да қатты өртуге болады. Бірақ бізде деген саженец жоқ. Бір минус сол болып тұр енді. Достар, егер де осы скайблокты до конца соңына дейін өт десеңіздер, комментарияға жазып отырыңыздар. Соңына дейін ойна, келесі бөлімде қашан шығады дегендей жазып отырсаңыздар комментарияға, кішкене қолдау болсын дегенім ол. Просто алдыңғы видеода және айта кеткендей просмотр көп, бірақ білмеймін, біреулер үшін аз, 350 просмотр деген. Біреулер үшін көп, бірақ мен үшін новыйдан ютубер болып бастап жатқаннан кейін, новый ютуб бастап жатқаннан кейін мен үшін көп ол. Сол себепті тағы да дәл сондай активность көрсетіп жіберейікші достар, өтініш. Одан кейін осым ары қарай дами береміз деген ойдамын. Так, мен ұстап отырып алайын. Бізге көптен булыжник керек. Мына талдар өсіп жатыр бізде не екен. Ар жаққа барайық па достар? Маған осы видеоға достар, в общем, 10 лайк жиналатын болса мына аралға барам. 10 лайк болса мына аралға, 50 лайк болса мына арал жақындау сияқты. 10 лайк болса мынаған, 50 лайк болса мына күлгінге, 100 лайк болса анау ар жағындағыға, ал 120 лайк болса мынаған, ал 130-дай болып атсам, в общем, мынаған 150-200 болса мына, в общем, 200 лайк болса бәріне барып шығамыз достар. Енді лайкқа қараймын. Лайк жиналмаса осы аралда жүре береміз. Ал лайк егер жиналып жатса бірденен барамыз ар жаққа. Сіздерге уәде. 10 лайк болса барам достар біріншісіне. Сол себептен 10 лайк жинап кетейік. Мынаның бәріне жанып кетіп жатыр, Мына талдар өсіп жатыр что-то. Бізде сандықтан не бар еді өзі? Мыналарды сақ қойшы достар. Мынау творческиймен алған жоқ, мынау алдыңғы видеода айтып кеттім ғой. Алдыңғы видеоны көргендер болса білет, если мынаның қаяқтан алғанымды. Өзі скайблоктың сандығынан шыққан. Так, бізде деген ол кезде біз андай қылдық қой. Түн болмайтын және де мобтар тірілмейтін, спавн етпейтін қылдық қой. Сол себепті бізде түн болып тұрған жоқ. Но если түн болғанда бізде мобтар тіріледі, қырылу керек. Если мобтар тірілетін қыл десеңіздер, комментария жаза кетсеңіздер, істеймін олай да. Бірақ кәште осылай бізден талдың өскен күтейік енді сәл. Мына достар, әлі өсіп жатыр что-то. Келесі бөлімге қалдырамыз ау деймін қалғандарын. Қазір біршама булыжник жинақ болсайын. Не аламыз достар, келесі бөлімге қалдырайық. Енді ағаштар сол кезде өсіп қалады деген ойдамын. Негізі ағаштарды біздер деген алдыңғы бөлімде егіп кету керек, дұрыс па? Біз сәл соны асығыс несе қойдық та өшіріп қойдық видеоны. Алдыңғы бөлімде егіп қойған кезде сол ағаштарды алдыңғы бөлімде еккен болсақ, осы бөлімде біздерде деген ағаштар көп өсіп, сажнес дейтін андай ағаштың кішкентай егетін түрі бар. Содан да көп егіп, в общем, ағаш фирмасымен айналысып кетуге болатын еді. Бірақ біздер деген оны екпедік. Не себептен десеңіздер, біздер ол есте болмады. Екіншіден видеоны тез бітіру керек болды маған. Үшіншіден енді өзіңіз білетіндей уақыт не болып кетті үшін. Соны қарай соткаларға кетіп кетті. Одан кейін өшіріп тастадым. Енді достар, осы видео ұнаса лайктарыңызды басып, комментарияларыңызды жаза кетіңіздер. Келесі бөлімде кездесеміз. Ал давайте, қош болыңдар.